қадірлі әріптестер, құқық саласының қызметкерлері, қадірлі студенттер және қонақтар, ғылыми практикалық конференцияға қош келдіңіздер. Бүгінгі конференцияны өткізуге бастамашы болған Конституциялық соты, Қазақстан Республикасы парламенті мәжілісі, сондай-ақ Шығыс Қазақстан облысының соты, Шығыс Қазақстан облысының әкімдігі, Шығыс Қазақстан облысы бойынша экономикалық тергеу-тексеру департаменті, сондай-ақ кәсіпорын орталығы Шығыс Қазақстан университеті. Осындай маңызды іс-шараны өткізу біз үшін үлкен жауапкершілік әрі үлкен мәртебе. Университетіміздің ғылыми кеңесінің 2026 жылы 28 сәуірдегі ұлттық шешімімен Унзила Шапаққызына заң ғылым мен білім берудің дамуына елеулі үлес қосқан ғалым әрі педагог ретінде және Унзила Шапаққызының еңбегін бағалау белгісі ретінде ғылыми кеңестің шешімімен құрметті профессор атағы берілді. Бүгінгі ұйымдастырылып жатқан ғылыми практикалық конференцияның негізгі мақсаты ол жаңа конституциядағы белгіленген институционалдық өзгерістердің маңыздылығын және оның мазмұнын жастарға, халыққа түсіндіру және де ол өзгерістер қандай игіліктер әкеледі, кез келген Қазақстан Республикасының азаматына соны түсіндіріп көрсету үшін осы конференция өтіп жатыр.